еңселі егемендігінің арқасында қалың қазаққа Хәкім Абайды тану қиынға соқпады. Абайдың 175 жылдық мерейтойында атқарылған игі істер сөзіміздің айғағы болып табылады. Абайтанушы Арап Еспенбетов өткен жылдың маңыздылығы мен мазмұндылығын осылайша еске алды. Осы 30 жылдың өзін үшке бөліп қарайды. Алғашқы 10 жылдық бұл Қазақстан мемлекетінің іргетасының қалануы дейді. Бұл алғашқы 10 жыл өте ауыр болды, қиын болды. Бірақ соған қарамай елбасымыз осы бір мәселені жақсы көтерді. Ал енді өткен жылы білесіздер, ұлы Абайдың 175 жылдығы тойланып өтті. Бұл үлкен мереке болады. Елбасының өзі Семейге келген бірнеше сапарында осы Абай мұражайында болып, Абай туралы, Абайдың елі туралы, жері туралы, Семей туралы жақсы лебіздерін айтқан болатын. Елбасының ісін әрі қарай жалғастырған Қасым-Жомарт Кемелұлы Абайды ұлықтау мәселесіне ерекше мән берді. Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан деп аталатын атақты мақаласы. Абайды біз өзіміз қалай тануымыз керек, әрі дүниежүзіне қалай танытуымыз керек дейтін мәселені көтерген болатын. Семейге алғаш келгенде президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен сол кездесуде болдым, сөз сөйледім. Сонда ол кісі айтты, Абайдың 175 жылда келе жатыр. Бірақ осы тойды бір дақпыртсыз, жақсы етіп, елдің халықтың көңілінде қалатындай етіп өткізуіміз керек деген мәселені көтерген болатын. Абай болғасын Семей өңірінің барлығы қатысты. Осының ішінде Абай жүріп өткен жерлер Семейдегі, соның барлығы ретке келтірілді. Мысалы біз қазір ұлы Абайдың ескерткішінің алдында тұрмыз. Бұрын сонша бір сүреңсіз болатын. Қазір қандай тамаша абаттандырылды. Керемет бір түрге енді ғажап болып кетті. Елдің барлығы қазір той өткенімен сол тойды еске алып, үлкені бар, кішісі бар, әңгімелесіп қыдырып осы жерде тойдан алған тағылымдарын ортақ бөлісіп жататын жерлері бар. Мынау Қасым-Жомарт Кемелұлының қозғаған екінші мәселесі, біз Абайды айтқан кезде оның әкесі Құнанбайды ұмытпауымыз керек деген нәрсені айтты. Алдыға үлкен мәселелер қойды. Соның бірі сырт Қасқабұлақты жөндеу, кіндік қанды тамған жері Абайдың. Әрі қарай Құнанбайдың қорымын соны жөндеу, әрі қарай Жидебайдағы кешенді жөндеу, Қарауылдағы паркті салу, осының барлығы бірнеше айда болды. Облысымыздың басшысы, әкіміміз Даниял Кенжетайұлының басшылығымен осы жарқырап тұрып көрінді. Ол облыс әкімінің қаржыландыруымен Абай әлемі деп аталатын серия бар. Сол серияның 22 кітабы жарық көрді. 5 том ол арналды абайтану мәселелеріне, 4 том Абайдың шәкірттеріне, 1 томы ол Абайдың 1909 жылы Санкт-Петербургте жарық көрген еңбегінің факсимилдік нұсқасы. Той тойлайтын, ет жейтін сол ат шабатын той емес, бұл ой ойлайтын, интеллектуалды жағынан адамдардың сол дұрыс түсініп, Абайға басқаша көзқараспен қарауға мұрындық болған әдемі той болды, маңызды той болды.